Көктемнің басты мерекелерінің бірі 8 наурыз жақындап келеді. Кімге қандай гүл берсем екен деген ой көбіңізді мазалап жүргенін білеміз. Сондықтан арнайы сіздер үшін OnlyU гүл дүкеніне келдік. Бұрын гүл сыйлағысы келген адамдардың ойына бірден раушан, қызғалдақ, түймедақ гүлдер түсетін. Себебі нарықта бұдан басқа гүлдер болған емес. Қазіргі таңда гүлдердің таңдауы көбейді, сондықтан біз бүгін сіздерге ерекше гүлдерді көрсететін боламыз. Бірінші болып гербера гүлін көрсеткіміз кеп тұр. Жоқ, сіздер бұрын көріп жүрген гербера гүл емес, оның жаңа түрлері. Бұл гүл сезімталдық пен ұстамдықты бейнелейді. Бірінші кездесуде осы гүлді сыйлаған жігіт қыз баланың ойында талғампаздығымен қалады. Ерекше әдемі және де бағасы қолжетімді гүл іздесеңіз, диантус гүлін алғаныңыз жөн. Себебі бұл гүлдер көп күтімді қажет етпейді және де ұзақ уақыт көзді қуантып тұрады. Келесі ұсынатын гүліміз бұл нарцисс гүлі. Бұл гүлді көбінесе сезімін сыртқа шығара бермейтін сезімтал жандар ұнатады екен. Келесі ерекше гүліміз бұл калла гүлі. Арулардың эстетикалық ләззат алуына себепші болып жүрген гүл. Әсемпаздық пен әдемілікті көңілі сүйетін жандардың көңілінен шыққыңыз келсе, осы гүлді сыйлағаныңыз жөн. Гүлдерді таңдап қана қоймай, оларды орайтын қағаздарға да мән берген жөн. Себебі бұрынғыдай түрлі түсті жазуы бар қағаздар қазір сәннен кеткен. Олардың орнын минимализм стиліндегі ақшыл қағаздар басты. Және де сізді туған күн кештеріне шақырған болса, осындай қораптағы гүлдерді алғаныңыз жөн. Өйткені үйге барғанша олар өз қалпын сақтап тұрады. Талғамға талас жоқ. Қандай гүл сыйласаңыз да, бастысы шын жүректен сыйласаңыз болғаны. Ал қыздар, талғаммен таңдалған гүл алғыларыңыз келсе, осы видеоны сүйіктілеріңізге жіберіп қойыңыздар. Жігіттерге айтарымыз, гүлді тек мереке күндері ғана емес, себепсіз сыйлауды ұмытпаңыздар.